Яу жасарту креми құрамында 30% карлот кештір өнімі қосылған. Бұның құрамындағы белсенді заттардың барлығы терінің жасушасымен жұмыс жасайды, яғни терінің жасартуға, тері клеткасын жасартуға, жандандыруға, өліп қалған, солып қалған клеткаларды қалпына келтіру мен жұмыс жасайды. Ролы сондай бұның. Және беттерінде қызыл тамырлар, капиллярный тамырлар жақын орналасқан болса, құрғақтық көже ғой, ондай кезде соны емдейді. Яғни құрғақтық көжені қалпына келтіріп, терінің суық құрамын тоқтап, капиллярный тамырларды кетіреді. Және дақтар болса, қара дақтар болса, туықтан қалған дақтар болса, соларда соғындату ролын атқарып береді. Яғни терінің ең астын қабатынан бастап, сіздің жасушамен жұмыс жасағаннан кейін, яғни теріңіздің астын қабатынан тұнықтап, қожаңызды қалпына келтіруге жақсы ықпалын тигізеді. Бұл да өте қою, тығыздығы өте жоғары теріге қолданғанда, яғни қалыңырақ қылып жабып тастайсыздар. Көрдіңіз, қою сөзін қараңыздар, қою. Қыздар, сізге күшті бір лайфхак көрсетейін. Егер де сүттеріңізді домашний сүт қой, үйдің қозының сүтін пісірген кезде қайнап осылай тасып кететін болса, бұндай кезде бізде қаймақ түспейді, бетіне шандыр қаймақ болып түсіп қалады. Бұндай кезде мынандай немен көмегімен қаймақ түсіреміз. Яғни бұны төкке соға аласыздар да. Әр кезде бір 2 минут кішкене нетесіздер. Осындай отырып көп ұшты боласыздар да. Осыдан қайтадан отқа, газға барып, осыны енді осы жерге газдың табына, оттың табына қойып қоясыздар. Минимальный ең төменгі несіне қойып қойсаңыздар, 1 сағатқа қойсаңыздар, оның қаймағы қалың болып түседі кәдімгідей. Қараңыздар, жаңағы қаймағын енді оттың табына қойдық қой 1 сағат. Главный сүт қайнамау керек, қыздар. Оттың табына қойған кезде де, минимальный неге қойған кезде де сүт қайнамау керек. Сүт бір қалыпты болып тұру керек та. Сосын кейін 1 сағаттың ішінде қараңыздар қандай қаймақ түскен, қалың болып түсті. Мынау енді осылай тұр ғой. Енді бұны сіздер холодильникке, осыны қазір ыстық болып тұр ғой, содан салқындағаннан кейін холодильникке бір түнге қалдырсаңыздар, таңертең қолдансаңыздар, тіпті бұдан да қалың майлы болып, сосын кейін нанға жағып жегенге де, чайға қосып ішсеңіздер де кайф болады ғой. Керемет болады. Осындай күшті лайфхакты сіздермен бөліскім келді. Паспорт жасадық. Первый правильно өтеміз. Анамызды, аналарымызды бүгін көшеге шығардық. Сол анандай істемейді. Кеңесін көрсетіп, істемейді, сол болып қалады ғой. Анандай правильно. тамағын алып беріп, Правильно өткізіп жаққа көреміз. келіндеріміз. Здесь